Өзіне дұрыс баға бере алатын адам. Орынды сөйлейтін адам кешірім сұрауға мәжбүр болмайды. Өзін бағалайтын адам астамсынған немесе төмендетілген адам сияқты емес. Ол әр нәрсенің ыңғайын тапқан тұлға. Шектен шықпайды. Мұндай тұлға өзінің бағасын, қадірін біледі. Ол өзінің дәрежесін асыра көтеріп немесе өзін төмен түсіріп ауытқымайды. Муттафифин сүресінің 1 және 3 аяттарында өлшеу тартуды кемітушілерге өкініш болсын. Олар қашан адамдардан өлшетіп алса, толық өлшеп алатындар, ал егер өздері өлшеп немесе тартып беретін болса, кемітеді делінген. Негізінде өлшеу, тарту тек таразыға, сауда-саттыққа ғана қатысты емес, керісінше өзіңді және өзгелерді бағалауға да қатысты. Өзін дұрыс бағалайтын адамдар өздеріне де, өзгелерге де бір өлшеммен, яғни әділдік пен ынсаптылық өлшемімен қарайды. Өз ақысын толық алып адамдардың ақысын кемітпейді. Өзіне дұрыс баға бере алатын адамның мысалы Юсуф пайғамбардың оқиғасынан анық көрінеді. Юсуф сүресінің 55 аятында «Мені осы жердің, елдің қазыналарына жауапты етіп қой. Расында мен бұл іске өте жауаптымын, ол істің білгірімін» делінген. Юсуф пайғамбар өзінің сипаттарын, қабілеттерін толық сеніммен анық айтып тұр. Мұндай сипатты ашық айту тәкаппарлық емес, керісінше ол лауазымға өзінің лайық тұлға екенін білгендіктен сипаттары мен қабілеттерін ашық айтқан. Мұның нәтижесі келесі аяттарда анық көрінеді. Аталмыш сүренің 92 аятында «Бүгін сендер жазғырылмайсыңдар, Алла сендерді кешірсін, ол мейірімділердің ең мейірімдісі» делінген. Яғни, сендер бүгін сөгіске тартылмайсыңдар, айыпталмайсыңдар деген мағынада айтылған. Юсуф пайғамбар бауырларының қате кемшіліктерін солай жаба салды. Мұндай кеңшілік өзін дұрыс бағалай білетін адамнан ғана көрінеді. Өзін дұрыс бағалай білетін адам жетілген саналы тұлға. Ондай тұлға балаға тән есерлік, әуейілікке бой алдырып, асығыстық танытпайды. Шектен тыс салмақты көрініп, паңданбайды. Расында адам балалық шағында айтқанның, үйреткеннің бәрін қабылдайды, ал орта жаста өзгелердің айтқаны мен үйреткенінің бәрін қабылдай алмай қалады. Тіпті мәселе оны игілігіне тікелей қатысты болса да, өзіндік көзқарасын, қарым-қатынасын оңайлықпен өзгерте қоймайды. Алайда өзін дұрыс бағалаған адам жас жігіттей жаңарып, жаңғырып тұрады. Естігенін түсініп, әр нәрсенің мәніне терең бойлай алады. Егер өздеріне дұрыс баға берген тұлғалар туралы мысалдарды көбірек білгің келсе, онда оны пайғамбар қиссаларынан, қазақтың ғұлама ойшылдарының, алаш тұлғаларының еңбектерінен, өмір жолдарынан ізде. Өйткені олар Алланың аманаты мен қоғамның міндетін арқалаған таңдаулы ізгі жандар. Өзін бағалайтын тұлға сипаттары: алғысты қуана қабыл алып, өзгеге де алғысын білдіреді. Өз жетістіктерін ұлғайтып көрсетуге тырыспайды, кішірейтіп те көрсетпейді. Керісінше, жетістіктерін орнымен бағалап, лайықты өлшемін береді. Сын пікір мен насихаттарды дұрыс қабылдайды. Сын мен насихатты тәлім алудың мүмкіндігі деп біледі. Оны тұлғасына тағылған мін деп санамайды. Өзгелерге шектен шығуға, тұлғалық құқықтарды бұзуға жол бермейді. Алайда оларға қателіктерін әдеппен, көркем мінез-құлықпен барынша көрсетуге тырысады. Өзіне, өзгелерге кешірімді болып, өмірдегі жағдайларға кең қарайды. Алайда бір істеген қателігін екінші рет қайталамауға тырысады. Осындай ынсапты тұлға болуды қаласақ, бұған жетудің екі жолы бар. Үшінші жолы жоқ. Өзін бағаламайтын адам осы түсінігінен арылып, өзіндік бағасын көтергені жөн. Өзін асыра бағалайтын адам болса, өз болмысына өзі сырттай баға беріп, айналасына зер салғаны абзал.